Қазақ халқында ұрпақ елдің ертеңі, тұтас болмыстың жалғасы. Сондықтан да баланың өсуі және жетілу жолында әрбір белесі ерекше құрметпен атқарылады. Соның бірі әрі бірегейі тұсаукесер рәсімі. Тұсаукесер рәсімі тарихы сонау түркі дәуірінен бастау алады. Ертеде көшпелі жұрт баланың алғашқы қадамын жақсылыққа балап, сол сәтте жолы ашылсын, сүрінбей өтсін деген ырымға сүйенген. Ата-баба сенімі бойынша баланың алғашқы басқан қадамы қалай басталса, өмір сүру жолы солай қалыптасады деген бұл таным түсінік тұсаукесер рәсімін тудырады. Тұсаукесер рәсімі баланың алғашқы қадамы басталған уақытта аяғына ала жіп немесе ақ жіп байлап, елге абыройлы, сыйлы, адал адамға тұсауын кестіртеді. Жіптің түсіне де мән берген. Жіптің түсі ала жіп болса, ешкімнің ала жібін аттамасын, арам мен адалды ажыратсын деген. Ақ жіп болса, таза, пәк өмір сүрсін деген ниетті білдірген. Жіптің түсі бұл қасиетті емес, тек белгі ғана. Негізгі мәні бата мен тілекке арқау болады. Ислам шариғатында мұсылманға жақсы тілек тілеу, баланың амандығын тілеу, өсіп өркендеуін тілеу бұл сауапты іс. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жақсы сөз садақа деген. Сондықтан тұсаукесерде тілеген бата, ақ жол бұл мұсылмандық рухқа сай амал. Тағы да бір ескертетін жайт, баланың тұсауын кесетін адам жүрісі түзу, дініне берік, салиқалы болуы. Бұл шариғатта жақсыдан өнеге алу қағидатына сәйкес келеді.